Сүлеймен патша туралы аңыз. Таңның атысын көзбен көріп, биік таудан түсіп келе жатқан Сүлеймен патшаны таудың етегінде күтіп тұрған халқы ортаға алып, неше түрлі сұрақ қояды. «Уа патша, сен біз үшін жақсылықтың бұлағысың. Сенің сөздерің жүрекке жылу таратады. Сен даналығың ақылымызға сәуле құяды. Сені тыңдай бергіміз келеді. Айтшы бізге, осы біз кімбіз?» Сүлеймен патша күлімсіреп былай деген екен: «Сендер әлемнің жарғысыңдар, сендер жұлдызсыңдар, сендер ақиқат ғибадатханасыңдар. Әрбірінің бойында ғалам бар. Ақылды жүрекке салып, өз жүректерінен сұрап, махаббаттарынан жауап алыңдар. Тәңірдің тілін білгендер асқақ. Өмірдің мәні неде? Өмір деген даңғыл жол, мақсат және марапат. Өмір деген махаббат биі. Адамның жаратылу мақсаты гүл ашу, дүниеге келу, әлемге жасаған ұлы сый. Сендер